Түлкі, тасбақа және кене. Ертеде түлкі, тасбақа және кене дос болыпты. Бір күні олар жерден бір уыс тар тауып алыпты. Үшеуі ақылдаса келе тарыны жерге егіп, көбейтіп алып, үшке бөліп аламыз деп шешіпті. Түлкі бір жарды көріп, мен осы жарды сүйеп тұрайын, құлап кетер деп, жарды саялап жатып алады. Ал тасбақа мен кене болса еңбектенеді. Тасбақа жерді тырналап, тары егеді. Ал кене піскен егінді жиып алады. Олар көп тары алады. Сосын түлкіні шақырып көрсетіпті. Түлкі келіп егінді көріп, тарыны үшеуміз бөлсек қаншадан тиеді? Аз мөлшерде шығатын шығар. Одан да үшеуміз жарысып, кім озса, егін соған бұйырсын дейді. Мақұл деп үшеуі қатарласып бір жерге келеді. 1, 2, 3 деп түлкі жүгіре бергенде, кене түлкінің аяғына жабысып кетеді. Түлкі барынша жүгіріп, мәреге бірінші болып келеді. Сонда кене оған: «Әй, мені басып өлтіресің бе?» дейді. Түлкі таң қалып: «Сен қашан жетіп алғансың?» деп сұрайды. Кене сонда: «Сен бағана 1, 2, 3 дегенде-ақ мен келіп қалғанмын» деп жауап береді. Екеуі сонда дауласып жатқанда, ентігіп тасбақа да келеді. Тасбақа: «Әй түлкі, мен бір пәле көріп келдім. Жаңа маған 2 қара бүркіті және тазы иттері бар ат мінген 2 адам келді. Түлкі жолдасыңды тауып бер деп мені қорқытты. Түлкі, мен сен туралы ештеңе айтқан жоқпын. Енді олар маған сенбей, осы жаққа қарай келе жатыр» дейді. Түлкі: «Мені айта көрмеңдер» деп жалынады. «Мына тарыны екеуің тең бөліп алыңдар, мен сендерге ризамын. Аңшылар бірақ мені сұраса, білмейміз қайда кеткенін деңдер» деп қашып кетеді. Сөйтіп, тарыны тасбақа мен кене екеуі бөліп алыпты.